Қайырлы күн оқушылар, сонымен 6 сыныптың теңдеулердің көмегімен мәтінді есептерді шығару тақырыбындағы 888 есепті шығарайық. Бірінші есепте әкесінің жасы баласының жасынан 8 есе үлкен. Баласы әкесінен 28 жас кіші. Әкесі неше жаста? Әкесі баласынан 8 есе үлкен десе, әкесіне 8 есе үлкен десе 8-ге көбейтеміз. Және әкесінің жасы баласының қарағанда баласының жасы әкесіне қарағанда 28-ге кем. Теңдеу құрылды, біз әкесінің неше жаста екенін табуымыз керек. Яғни енді теңдеу құрамыз, осыған байланысты. 8 еселенген баласының жасынан, әкесінің жасынан 28-ді азайтамыз, ол тең болады баласының жасына. Теңдеуді шығарайық. 8x азайту x тең 8x азайту x тең минус 28 плюс 28 болып өтеді. Келесі бетке 8x-тен x алсақ 7x болады. Тең 28-ге. X тең 28-ді 7-ге бөлеміз. X тең 4 болады. X 4-ке тең болды, енді орнына әкеп қоямыз. Әкесінің жасы 8 көбейтілген 4 болады. Сонда 32 жаста. Ал баласы, негіз баласын тап деп айтпаған бізге, бірақ баласының жасы нешеде екен білейік. X деп белгіледік қой, X деген бізде 4 шықты, баласы 4 жаста. Екінші есеп, анасының жасы баласының жасынан 6 есе үлкен. Анасының жасы баласынан 6 есе үлкен болса, онда 6x болады. Және баласы анасынан 25 жасқа кіші. Демек, азайту 25 деп қоямыз. Теңдеуді құрайық, анасының жасы нешеде екенін табуымыз керек. 6x азайту 25, ол тең x-ге. X табу үшін 6x-тен x-ті азайтамыз, ол тең 25-ге. 6x-тен x алсақ 5x тең 25-ге. X тең 25 бөлу 5. Ол тең 5-ге. Орнына қояйық. Анасының жасы, анасы 6 көбейту 5 болады. Себебі x 5-ге тең болды. 6-ға 5-ті көбейтсек 30 болады. Демек, анасы 30 жаста. Баласы x 5-ге тең болды. Баласы 5 жаста. Келесі есеп. 889 есеп. Ойлаған сан 28-ге арттырылды. Сонда ол сан 3 есе артты. Ойлаған санды тап. Бізде ойлаған санымыз x екен. Осы x-ге арттырылды дейді. 28-ді қоссақ, біздің ойлап отқан санымыз 3 есе артады дейді. Ойлап отқан санымыз x ет, оны 3-ге көбейтеміз, 3 есе артады десе. Құрылған теңдеуді ары қарай шығарайық. X азайту 3x тең минус 28-ге. Минус 2x тең минус 28-ге. X тең минус 28 бөлу минус 2. X 14-ге тең болды. Табылған 14-ті орнына қоямыз. Сонда біздің ойлап отқан санымыз 14 екен. Тексеру ретінде көрейік. Біз 14 деген санды ойладық. Оған 28 деген санды қосайық. Шығады бізде 12 бір ойда, 3 ойдағымен 4. 42 деген сан шықты. Және де біздің ойлаған санымыз 14 қоя, 14-ті 3 еселесек, 14-ті 3-ке көбейтейік, мәні 42 болады. Демек, біздің ойлаған санымыз дұрыс екен. Себебі ойлаған сан 3-ке көбейтсек те 42 шықты, 14-ке 28-ді қоссақ та 42 шықты. Келесі бұл есепте тура солай. X-ке ойлаған санымыз x, ол 35-ке арттырылғанда, ойлаған санымыз 6 есе артты дейді. Ойлаған санды 6-ға көбейтем. X азайту 6x тең минус 35. Минус 5x тең минус 35-ге. X тең минус 35 бөлу минус 5. X тең 7-ге болды. Демек, ойлаған санымыз 7 екен. 7-ге қосайын 35-ті. 7 қосу 35 тең 42 болады. 6-ны 7-ге көбейтсек те 42. Ойлаған сан 7-ге тең болды. Мұнда ойлаған сан 14 болды. Келесі тапсырма. 890 есеп. Спорт лагеріне келген туристердің 12-ден бірін қонақ үйге, 6-тан бірін жазғы үйге, қалған 72-сін шатырға орналастырды. Спорт лагеріне қанша турист келген? Келген туристердің саны табу керек. Бізде келген туристеріміздің саны белгісіз, ол x. Енді осы туристердің дейді 12-ден бір бөлігі дейді. Кез келген санның бөлігін табу үшін сол санға сол бөлікті көбейтетін едік. X көбейту 12-ден 1. Енді біз теңдеу құруымыз керек. 12-ден 1 теңдеуімізді мұнда құра берейік. 1 бөлінген 12x қосу 1 бөлінген 6x
қосу 72 болады. Ол тең бүткіл туристердің санына. Бүткіл турист біз x деп алдық. Яғни сол бүткіл туристің 12-ден бірін тапсақ, қонақ үйге қанша адам? Сол бүткіл туристің 6-дан бірін тапсақ, жазғы лагерьге қанша туристің орналасқанын табамыз. Енді бұл теңдеуді шешу үшін ең бірінші ортақ бөлімін табамыз. 12-ден 6-мен ортақ бөлімі 12 болады. 1-ден береміз, 6, 2-ден береміз, 12-ден береміз, 12-ден береміз. Енді осы берілген сандарға көбейтіп шығайық. Енді бөлшек бөлімін қалдырып кетуімізге рұқсат. 1-ді x-ке көбейтсем 1x болады, оны жай x деп жазуға болады. Мында 2x болады. Қосу 12-ні 72-ге көбейтейік, 864 шығады. Тең 12x-ге. Енді мына жерде 3x шықты, иә? 3x-тен 12x-ті азайтамыз да, оны тең дейміз минус 864-ге. Минус 9x тең минус 864. X-ті табу үшін минус 864-ті минус 9-ға бөлеміз. Жерде минус бар. Минус 9. X тең 864-ті минус 9-ға бөлетін болсақ, плюс 96 шығады. Демек, спорт лагеріне келген туристердің саны 96. Жауабы туристер саны 96 екен. Енді 96-ның 12-ден 1 бөлігін тапсақ, қонақ үйге қанша адам орналасқанын табамыз. Қонақ үй деп қояйын, иә? Қонақ үйге 96-ны көбейтейік 1 бөлінген 12-ге. 96-ны 12-ге бөлсек, 8, 80, 8 8 болады. Келесі жазғы лагерьге орналасқан табу үшін 96-ны көбейтеміз 1 бөлінген 6-ға. 12 ма? 6 жердегі 96 бөлу 6. 9-дан қайрам 1-ден берем 6, 3, 36, 16 екен. 16-ға тең екен. Ал шатырға орналасқан бізде 72-ге